Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және оқырмандарым. Бүгінгі менің негізгі бейне жазбам осы тікелей өзіміздің әріптестеріміздің арнайы сұрақтарының басым бөлігі WhatsApp желілеріне болсын, болмаса инста парақшаларыма осы сұрақтардың басым бөлігі осы әлеуметтік педагог маманы үздік әлеуметтік педагог мамандығына сайыс байқауларына қалай қатыса аламыз, біз қандай жетістіктерімізді көрсете аламыз деген сияқты түрлі сауалдардың келуіне байланысты мен бүгін енді маман ретінде өзімнің іс тәжірибеммен алмасып сіздерге үздік әлеуметтік педагог маман ретінде мен сіздерге өзімнің іс тәжірибеммен бөліскім келіп отыр. Енді жалпы осы мен әлеуметтік педагог маман ретінде 13 жыл болып қалды мен жұмыс істеп келе жатқаныма, тұрақты түрде жұмыс істеп келе жатқаныма. 13 жыл еңбек өтілі бар маман ретінде, әлеуметтік педагог маман ретінде мен өзімнің іс тәжірибеммен бөліскім келіп отыр. Енді біз жалпы негізінде әлеуметтік педагог маманы бұл біз кәдімгідей теңестірілген маман иесіміз. Біздің өзіміздің лауазымдылық нұсқаулығымыз, мақсат міндетіміз айқындалған гуманист маман иесіміз. Бізде жаңағы мектептерде келіп жатқан, білім саласында келіп жатқан түрлі байқауларға қатысуға толықтай мүмкіндігіміз бар. Енді оған біз қалай қатыса аламыз деген сияқты түрлі сауалдар келеді. Әрине ол өздеріңіздің жаңағы ізденулеріңізге, еңбектенулеріңізге байланысты. Жалпы сіздер әлеуметтік педагог маман ретінде біз тек қана құжаттамамен ғана енді әр жердің әлеуметтік республикамыздың түкпір-түкпіріндегі әлеуметтік педагогтардың жасап отырған жұмыстарымыз, біздің негізгі жасап отырған жұмыстарымыз әртүрлі. Кейбір әлеуметтік педагогтар жаңағы қиын балалармен жұмыс жасаса, құқық бұзушылықтармен, кейбіреулер инклюзивный бағытта ерекше балалармен жұмыс жасайды, кейбіреулер госуслуга бойынша жұмыс жасаймыз, өздеріңіз білесіздер. Енді күнделікті жасап отырған жұмыстарымыздың бірден бір жұмыс бағыттарымыздың бірі болып кетеді. Бірақ маман ретінде бізде әртүрлі келіп жатқан республикалық көлемде болсын, қалалық көлемде болсын, облыстық көлемде болсын, аудандық өздеріңіздің келіп жатқан түрлі положение, ережелер келіп жатады. Соларға сүйене отырып, неге біз өзіміздің жаңағы сауатты түрде өзіміздің менде неге жарқырап шықпасқа деген сияқты түрлі сіздерде де бір ой келетін шығар деп ойлаймын. Енді мен жалпы негізінде осы уақытқа дейін негізінде мен енді 2023 жылға дейін мен енді 2017-ден бастап 2023 жылға дейін мен әлеуметтік педагог маман ретінде және оның сыртында ерекше балалармен жұмыс жасадым. Құжаттамалармен болсын, ол балалардың шығармашылық қабілеті болсын, әртүрлі бағыттарда жұмыс жасадым, тығыз жұмыс жасадым. Сол себептен мен тек қана бір жақты болып қалған жоқпын. Оның сыртында құқық бұзушылықтар да бар, оның сыртында семинарлар да бар, тренингтер де бар. Сіздер қандай жұмыс жасап отырсыздар, госуслуга дейік жаңа айтып отырған, солардың барлығымен менде параллельно жұмыс жасап отырдым. Бірақ енді мен өзіме жауапкершілікті алғаннан кейін жаңағы құжаттамалар мен ерекше балалардың құжаттамалары жаңағы енді айта берсек ол кете береді құжаттамалары. Сол себептен кішігірім ғана осы тақырыптан ауытқымай әлеуметтік педагог маман ретінде қандай жетістіктерге біз қатысып портфолиомызды толтыра аламыз деген сияқты сұрақтарға жауап беретін болсам, жалпы негізінде мен үнемі айтамын, парақшаларымда да айтып жүремін, өзімнің жаңағы семинарларға барып жүрген кезде де республикалық деңгейде әлеуметтік педагог мамандарын айтамын. Бүгінгі таңда енді біз әлеуметтік педагог жалпы негізінде педагогтардың қазір өзіміз парақша жүргіземіз, парақшалар жүргізіп отырып маман ретінде. Мен мысалы өзім 3 парақша жүргіземін. YouTube парақшам бар, мысалы Facebook парақшам бар, Instagram парақшам бар. Күнделікті жасап отырған жұмыстарыңызды кішігірім ақпарат ретінде астынан текстісін бәрін жазып отырсаңыздар, сіздердің күнделікті жасап отырған жұмыстарыңыздың айқындалады, жұмыстарыңыз жүйеленеді. Парақшамен жұмыс жасаңыздар деп мен үнемі айтамын осы өзімнің әлеуметтік педагог әріптестеріме. Ол сіздердің бір жақтарынан жасап отырған жұмыстарыңыздың бір жүйелілігі, жұмыс жасап отырған жұмыстарыңыздың күнделікті мен неше жасадым деген сияқты сұрақ туындамайды жалпы негізінде. Ол сіздердің күнделікті жасап отырған жұмыстарыңыз, жылда жасап отырған жұмыстарыңыз, ертең бір жылдағы жұмысыңыз, бір жылдан кейін сіз қарап отырсаңыз, мен бір жылда осыншалықты 2023 жылы мен осыншалықты жұмыс жасаппын деген сияқты сараптама болады. Өздеріңіз рейтинг жүргізесіздер. Мысалы мен былтырғы оқу жылындағы жұмысым мен биылғы оқу жылындағы жұмыс екеуін салыстыратын болсам, былтырғы оқу жылында менде тоқтаусыз жұмыстар болған екен, ал биылғы оқу жылында салыстырсам менде кішкене баяулаған. Енді көрдіңіздер ме, сол сияқты түрде салыстырмалы түрде алған кезде мониторинг жүргізіп отырасыздар өздеріңіздің жұмыстарыңызға. Жалпы негізінде ол өте жақсы, тиімді бір жағынан. Ол енді қазір соңғы уақытта мысалы үздік әлеуметтік педагогтардың мамандарын қазір жарыстарда көбейіп жатыр. Солардың да іштерінде пункттарында осы парақшалармен де желілермен де жасап жатқан жаңағы пункттар бар. Соның ішіне де мысалы сіздер қосып қоя аласыздар. Бұл да бір жұмыстың бір саласы ретінде сіздердің бұл маман ретіндегі жан жақта тек қана мен бір жақты ғана қалып қойған жоқпын деген сияқты өздеріңіздің шығармашылық қабілеттеріңіз болсын, басқа да әртүрлі. Енді біз бір күнде бірнеше жұмыс атқарамыз. Былайша қарап отырсаңыздар, үйде аралап келеміз, оның сыртында астанаға да барып келеміз, мүмкін балаларға да көмек жасап келеміз, оның сыртында жаңағы психологиялық жаңағы кейбір ата-аналарға бағыт-бағдар консультация беріп жатамыз. Қарап отырсаңыздар, бір күннің ішінде біз 10 шақты жаңағы жұмыс атқарамыз, былайша қарап отырсаңыздар. Енді оның барлығын жүйелей келе, бір күндік жұмысты жүйелеп жаңағы қорытындысын шығаратын болсаңыздар, бір күнде сіздер
әжептәуір жұмыс атқарасыздар былайша қарасаңыздар. Сол сияқты біз үздік авторлық жұмысқа да қатыса аламыз толықтай, педагогикалық идеяға да қатыса аламыз, идеяларға да қатысамыз. Келіп жатқан сұрақтардың барлығына да бізде, конкурстардың барлығына да бізде қатысуға толықтай мүмкіндігіміз бар.